Қайырлы күн барша тыңдарман қауым, менің YouTube каналыма тіркеліп, қолдау білдіріп кетіңіздер. Жоқ деп айту дағдысы. Құрған күндік жоспарымызды бұзып, ниеттенген ісімізді болдырмай, мақсатымызға жетуге бөгет болатын кедергілердің басында айналамыздағы адамдардың беймезгіл жасайтын әртүрлі ұсыныстары тұрады екен. Мен өз тәжірибеме сүйенсем, маған көп кедергі келтіретін жағдай адамдардың графигімде жоспарымда жоқ кездесуге шақыруы. Мысалы, көптен көрмеген танысым яки досым Қайреке, ақылдасатын бір мәселе бар еді, сағат 16:00-де кездессек дейді. Мен көңілін қимай шақыруын қабыл алып, айтқан мекенжайға барамын. Барып келер жолыма әңгімелесіп ақылдасуымызға кем дегенде 2 сағат уақытым кетеді. Таңертең үйден шығар кезде жоспарлап шыққан жұмыстарым жайына қалады. Келесі күні бір журналист хабарласып, қоғамда орын алған қандай да бір оқиғаға қатысты пікірімді сұрайды. Немесе сұхбат алғысы келетіндігін айтады. Қиылып сұрап тұрған соң оған жоқ деп айта алмай келісім беремін. Сөйтіп ниеттенген бір ісім бітпей қалады. Басқа күні бір туысқаным хабарласып, баласының үйленгелі жатқанын айтып, соған құдалыққа баруға көндіреді. Қазақтың құдалығы қалай өтетіні белгілі. Жақын жер болғанның өзінде кем дегенде бір күнің кетеді. Бойдағы қуатыңды қалыпқа келтіріп, шаршауыңды басамын дегенше тағы бір күнді жоғалтасың. Осылай жоспарда жоқ ұсыныстар мен шақырулар толассыз келіп түсе береді. Ал сен біреуінің көңілін қимайсың, енді біреуінің әдемі сөзіне алданасың, тағы бірде адамдардың сен жайлы теріс пікірінен қорқасың. Қайсы біреулердің өзіңмен жақсы қарым-қатынаста болғанын қалайсың. Тіпті кейде шақырылған істің қаншалықты уақыт алатындығын есептей алмай қаласың. Нәтижесінде жұмыстарың жайына қалып, мақсатыңнан алыстай бересің, немесе айтарлықтай кешігесің. Біздің айналамыздағы адамдардың шақырылуына келісім беріп, айтқан әрбір ұсынысы иә деуіміз өзіміздің алға қойған мақсатымыз үшін жоқ деу екендігін әрдайым есте ұстаған дұрыс. Сондықтан сыпайы түрде жоқ деп бас тартуды үйренуіміз керек. Мысалы, маған өткенде бір журналист сонау Ақтаудан келгендігін, менен сұхбат алғысы келетіндігін айтып хабарласты. Мен графигім басқа істеріме толы екендігін, келесі жолы алдын ала хабарласқан жағдайда келісуге болатынын айтып бас тарттым. Ал бұрындары шақырған жердің бірін қалдырмай бәріне бара беретінмін. Жоқ деуді дағдыға айналдыру барлығынан түгелдей бас тарту дегенді білдірмейді. Біз бір аптаның өзінде талай ұсыныстарға жоқ десек те, бір қатарына иә деуге тура келеді. Өйткені өмір қарым-қатынастан, қоғам алдындағы жауапкершілік пен міндеттемелерден, адам ретінде көмек қолын созудан тұрады. Сондықтан алдын ала жоспарларыңызға кіргізудің ыңғайы келіп тұрса да, және маңызды істеріңізге кедергі келтірмесе, әрі ұсынысты қабылдаудың өзіндік пайдасы бар болса, онда шақыруға келісім беріп, иә деудің жөні бөлек. Адамдарға көмектескен, қуаныш сыйлаған жақсы. Бірақ кез келген шақыруға иә деу сізді мақсатыңыздан алыстатып, жетістікке жетуіңізге бөгет болатындығын ұмытпаған жөн. Сондықтан иә демес бұрын әрқашан жақсылап ойланып алыңыз. Кез келген аралық бос уақытта пайдалану дағдысы. Бос уақыт пайда бола қалса, тиімді пайдалануды әдетке айналдырыңыз. Қалалық жерде күніне кем дегенде 40 минутымыз тек жолға кететіні белгілі. Бұл дегеніміз жылына 14.600 минут, яғни 243 сағатымыз жолда өтеді деген сөз. Көлікте тұлғалық дамуыңызға үлес қосатын, білім көкжиегіңізді кеңейтетін пайдалы ақпараттарды, бағдарламаларды тыңдауға, тіпті шет тілін үйреніп алуға да болады. Мысырда оқып жүргенде күніне арабша 30-40 жаңа сөз жаттайтынмын, бірақ оларды жаттауға арнайы уақыт бөлмеймін. Университеттен қашық жерде тұрамыз, оның үстіне Каир қаласында көлік кептелісі өте көп. Үйден шығарда арнайы кішкентай қағаздардың бір жағына арабшасын, екінші бетіне қазақшасын жазып аламын. Автобуспен оқуға барып келерде әлгі сөздердің бәрін жаттап алуға тырысамын. Нәтижесінде 1,5 жылдан кейін араб тіліндегі діни әдебиеттерді сөздіксіз оқитындай деңгейге жеттім. Дүкенде, емханада, ұзын-сонар кезекте тұрғанда не болмаса бір адамды яки көлікті күтіп қалған жағдайда гаджетіңізден электронды кітап оқуды әдетке айналдырыңыз. Осындай жағдайларда оқу үшін өзіңізбен бірге шағын кітап алып жүруге де болады. Еуропа, Жапония секілді дамыған елдерде бұл әдет қоғамдық деңгейде кеңінен қолданылатынын байқауға болады. Өзіңнен есеп алу дағдысы.
жатар алдында күннің қаншалықты өнімді болатындығын білу мақсатында күндік жоспарыңдағы істердің атқарылып-атқарылмағандығына қарап өзіңнен есеп алуды дағдыға айналдырған пайдалы. Кез келген жетістік күнделікті атқарылған істердің жиынтығы. Күн сайын өзіңді есепке тарту арқылы атқарған істеріңді көріп, жігерлене түсесің. Жасалған істі есіңе түсіріп, көңілің көтеріліп, өзіңе деген сенімділік пайда болады. Әр жасалған жұмыс үшін жаратқанға шүкір етесің, ал жоспардағы атқарылмай қалған істердің себебіне үңіліп, келесі жолы оны жасаудың тиімді тетіктері мен жолдарын қарастырасың. Бөгеттері болса, оны жоюдың амалын іздейсің. Есеп алып болған соң келесі күннің жоспарын жасап пысықтап алуды да әдетке айналдырған тиімді. Алдыңа қойған мақсатқа апарар жолдың қай жерінде келе жатқаныңды білу үшін аптасына, айына бір рет өз-өзіңнен есеп алуды ұмытпа. Әзіреті Омар, Алланың таразысынан тартылмас бұрын өздеріңнен есеп алыңдар деген. Ізгі жандар өзінен бүгін Алла ризалығы үшін қандай іс қылдың деп есеп алатын болған. Құранда әр адам ақыретіне не әзірлегеніне назар аударсын делінген.